Исполнительная надписке қарсылық жазудың екі түрі бар. Біріншісі сіз банктегі несие бойынша қарсылық жазасыз. Екіншісі ол МФО, яғни займдар бойынша алған несиеңіз бойынша шыққан исполнительный надписке қарсылық жазасыз. Бұл екеуінің бір-бірінен айырмашылығы бар. Бұл видеода бүгін мен сіздерге МФО-ға, яғни онлайн займдардан қарыз болған кезде сізге қатысты исполнительный надпис шықса, нотариустың атқарушылық жазба, соған қалай қарсылық жазу керек, сол жайлы кішкене айтқым келіп отыр. Сондай-ақ видеоның соңында сіздерге дайындап қойған сыйлығым бар. Сонымен сізге қатысты исполнительный надпис шықты. Қазір ол 14-14-тен сізге ЕГОВтан автомат түрде СМС келеді. Бірақ бұған дейін ондай мүмкіндік жоқ еді. Сондықтан да көп адамдар өзіне қатысты исполнительный надпистің шыққанын білмей жататын. Бірақ егер де сіз сол 2019-да, 2020-да, 21-де маңызды емес, сіз қазір егер білген болсаңыз, сізге қатысты исполнительный надпис бар екен, сіз оған міндетті түрде өзіңіздің қарсылығыңызды жібере аласыз. Ең біріншіден бұл жерде мән беретін нәрсе қарыз сума. Яғни сіз бұл жерде МФО-дан мысал үшін қанша алдыңыз? 100 мың алсаңыз, ол жерде исполнительный надписте 220 мың деп жазылып тұруы мүмкін. Бұл жерде түсінікті, енді основной долг, вознаграждение, пеня барлық қосылып тұр. Бірақ ең бірінші қарсылықта сіз жазатын негіздің біріншісі ол суммамен келіспеймін. Яғни бұл жерде қарыз сумма тым үлкен, менің алған суммам 100 мың теңге, және де мен ай сайын продление жасағанмын 10-15 мың теңгеден 3 рет, 4 рет, 5 рет деген сияқты. Соның барлығын келтіріп, біріншіден сіз суммамен келіспейтініңізді жазасыз. Екіншіден, сіз мысал үшін Шымкент қаласында тұрып жатырсыз, бірақ сіздің пропискаңыз Алматы қаласында. Алматы қаласының нотариусы сізге қатысты исполнительный надпис шығарды. Сіз бұнымен әрине келіспейсіз, өйткені сіз былайша айтқанда фактически негізі Шымкент қаласында тұрып жатсыз, сол жерде жұмыс жасап жатсыз. Сондықтан да сіз бұл қарсылықпен келіспейсіз, өйткені сізге қатысты исполнительный надписті Шымкент қаласындағы нотариус шығару керек. Тағы сондай негіздерді көп айта беруге болады. Негізінен исполнительный надпис бойынша мен 5 негіз кемінде көрсетемін. Егер де сіз осы қарсылықтың үлгісін тегін алғыңыз келсе, міндетті түрде менің парақшама жазылып, осы видеоның астына комментарийге қарсылық деп жазып кетсеңіздер, мен сіздерге оның үлгісін тегін беретін боламын.